Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге қайта қауышқан мен Мисайжан Кезет. Және мен Мирия. Сіздер ойлап отырған шығарсыздар, неге біздің ортамызда осындай қорап тұр деп. Себебі бүгін телепатия челлендж. Бұл челлендждің ережесі біздің ортамызда осындай қорапша тұрады. Және біздің алдымызда коктейльдің заттары тұратын болады. Біз сулифа ойнаймыз. Және де жеңген адам осы заттардың біреуін таңдайды. Ал мына жақтағы мысалға Мириям, мен таңдаған затты таңдауы керек. Ал ендеше бастайық. Қазір коктейль жасайтындықтан кішкене сүт құйып шықты. Бірінші раунд. Қазір біздің алдарымызда 3 түрлі коктейльдің түрлері бар. Және қазір сулифа ойнаймыз да, сулифадан жеңген адам қандай коктейль қосатынымызды таңдайды. Сулифа! Мириям таңдайды. Достар, бізде міне алдарымызда осындай 3 коктейль жатыр. Міне біріншісі клубничный, екіншісі печенье мен үшіншісі өзіңіз көріп тұрғандарыңыздай шипкалар. Қазір мен таңдайтын боламын. Так, қайсысын таңдасам екен? Мен мынаны таңдаймын. Так, менің ойымша Мириям мыналардың ішінен мынаны таңдады. Мен енді өте қатты ойлаймын, солай таңдады деп. Соны қосам енді. Сен де қос. Шат. Трубочка тұратын жерге айтып сен шешесің. Трубочка жоқ мына. Менің ойымша Айжан менікі тапты, себебі мен Енді мен қазір таңдайтын боламын. Біздің алдымызда 3 түрлі йогурт бар. Біріншісі ол алмұрт алма дәмімен, екіншісі маракуйя дәмімен, және де үшіншісі құлпынай дәмімен йогурт. Мен қазір осылардың біреуін таңдаймын, және де мен мынаны таңдағым келіп тұр. Менің ойымша Айжан мынаны таңдайды. Мен қазір қоса беремін енді, маған бәрібір. Айжан маракуйя жақсы көреді деп айта алмаймын енді. Сондықтан менің ойымша ол алмұрт алма мен клубника арасында. Сондықтан мен соны таңдаймын. Мен йогуртымды қостым, Мириям әлі қосып жатыр. Мен не қосатқанын білмеймін. Достар, енді бізде қазір 3-ші раунд. Және 3-ші раундта кім таңдайтынын біз қазір қайтып сулифамен таңдайтын боламыз. Сулифа! Біздің алдарымызда қайтадан 2 йогурт тұр. Так, қайсысын таңдасам екен? Ей, сығылама! Так, мен мына дәмді таңдаймын. Енді соны қосамын. Так, қайсысын Айжан таңдайды деп білмеймін, достар. Ой, үстіме ағып кетті. Мен білмеймін, достар, қандай таңдайтынын. Так, мен таңдағанға қандай керек? Қандай йогурт? Менің ойымша Айжан мынаны таңдайды деген ойдамын. Егер таңдамаса, онда білмеймін. Мен жеңіліп қалам точно. Мен қазір саламын. Себебі менің алдыңғы йогуртқа осы өте қатты келеді деген ойдамын. Достар, мен құйып жатқанша біздің Инстаграм парақшаға тіркеліңіз. Мириям дұрыс айтады. Менің Инстаграм парақшамда өте көп күлкілі видеолар бар. Қызықты, пайдалы видеолар бар. Мысалға шаш үлгілер, әртүрлі лайфхактар. Сондықтан тіркеліп кетіңіздер. Мынау менің аккаунтым. Және де менің досымның аккаунтына тіркеліп кетіңіздер. Оның да парақшасында әртүрлі кукинг видеолар бар. Және де тиктоктар түсіреді. Сіздерге ұнайтынына күмәнім жоқ. Мына жерлерінде біздің Инстаграм парақшамыздың аты бар. Жазылып қойыңыздар тезірек. Айжанның Инстаграмы өте қызықты, онда барлығы. Достар, келесі 4-ші раунд. Бізде міне осындай фрукты, жеміс жидектер жатыр. Ең бірінші осындай әрине банан, алма, алмұрт және мандарин. Қазір мен таңдайтын боламын. Сондықтан бұл раунд маған өте оңай. Мынаны таңдаймын. Мириям таңдап болсан, мен қазір не таңдасам болады екен деп ойланып тұрмын. Мынаны қоссан, білмеймін, коктейльге оны қоспайтын сияқты, ал мына екеуі жоқ, маған мынау ұнайды, сондықтан мен осыны қосатын боламын. Таңдадың ба, Мириям? Давай, қосайық. Давай. Қазір мынаны коктейльдің ішіне салатын боламын. Мен
Мен өзім таңдаған жемісімді қостым. Енді қазір мерейімді күтіп отырмыз. Сосын біз келесі раундқа көшетін боламыз. Біз енді қосатын заттарымызды қостық. Екеуміз бір нәрсені таңдадық деп ойлаймын. Ал егер таңдамасақ та тіпті бәрібір. Ал енді біз келесі раундқа көшеміз. Ал енді ең соңғы 5-ші раунд. Біздің алдарымызда 3 түрлі балмұздақтар тұр. Және де мен қазір таңдайтын боламын, қайсысын қосамыз біз коктейльға. Міне достар, бірінші бізде осындай шоколадный, екіншісі сгущенкамен, және де үшіншісі обычный сливочный. Қазір Айжан таңдайды. Менің ойымша бұл жерге мына балмұздақ сәйкес келеді дәмі бойынша. Және де бұл балмұздақ менің ең сүйікті балмұздақтың түрі. Сол себептен осыны қосамын. Менің ойымша, Айжан мынандай мына балмұздақты жеп көреді. Себебі ол ешқашан осында алып көрмеген, көрген жоқпын. Міне мына екі морожененің арасынан таңдаймын. Менің коктейлімде жаңағы коктейль бір қосқандықтан мен мынаны таңдаймын. Ал енді қосам. Сен қостың ба, несін? Қоса берем мен. Айжан, сен болдың ба? Күте тұр. Как шейней? Не істеп жатсың? Маған да берші. Не істедің менің мандариніма? Айжан астына жерге құлатып алды менің. Достар, біз барлық ингредиенттерді қосып болдық. Екеуміз не қосқанымызды мүлдем білмейміз, бір-бірлеріміз не қосқанын. Енді қазір осының барлығын блендермен араластыратын боламыз. Ол әрине сіздер үшін 1 секунд болып өтіп кетеді. Дайын болды, міне біз блендермен барлығын дұрыстап тұрып араластырып шықтық. Және де қазір дәмін көретін боламыз. Кешіріңіздер. Менде йогурттың, алмұрттың и бананның дәмі сіз. Дәмі маған қатты ұнап тұр. Енді достарымнан ашайық давайте. Ал 1, 2, 3. Менде банан мен шоколадтың дәмі қатты сезіледі. Енді шоколадный балмұздақ болғандықтан, және басына да шоколадты коктейль қосқандықтан шоколадтың дәмі прям күшті. Ал достар, осымен біздің видеомыз тәмамдалуда. Маған өзімнің коктейлім ұнады. Сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар. Каналға тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде Айжанның видеоларын бірінші көретін боласыздар. Және де біздің инстаграм аккаунттарымызға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Айжан. Және мен Мерейім. Сау болыңыздар. Біз сіздерді жақсы көреміз.